Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қуырылған бауырдың рецептісін ұсынамын. Бұл тағам өте пайдалы, сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен бауырды осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұзыншалап турап аламыз. Менде қойдың бауыры. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, қызғаннан кейін бауырды салып, қатты отта шамамен 5-6 минуттай қуырамыз. Бауыр осылай қоңырқай түске енгеннен кейін жартылай дөңгелектеп туралған пиязды салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, орташа отта шамамен тағы да 10 минуттай қуырамыз. Міне біздің тағамымыз дайын. Небәрі 15-20 минутта дайын болады. Осы тағамды сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Себебі тағам өте пайдалы әрі дәмді болып шығады.